Қайырлы күн. Қостанай қаласындағы нөмір 29 орта мектебінің ұстаздар мен оқушылары Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған шеруді қабылдады. Әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге. Өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап байқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастап кетеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын артыңмыз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең басырып, мақтанды іздеп қайғалма, мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей айғалма. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретілген. Абай Құнанбайұлы. Білімдіден шыққан сөз. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын, сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жүрегі айна, көңігі ояу, сөз тыңдамас бұл баяу. Өз өнері тырттаяу, ұқпасын ба сөзді тез. Әлбет шыққан елер ме, сөзге жуық келер ме, түзу сөзге сенер ме, түзілмесен білген ез. Айтша айтшылап жалынар, ұққы шанысып шабылар. Ұқпай жаттып жалығар, ұйқылы ояу, бой киез. Жас балалар жеңсік қой, байлаулы емес ақыл ой. Ойлағана айтпен той, ұржаң, қылжаң, ит мінез. Мен Елбек Қызыда, 29 орта мектебінің 9 сынып оқушысы. Абай Құнанбай Ескендір поэмасынан үзінді. Осы жыр Ескендірді білем екен, Македония шаһары болған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызған шағадан екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жас әлем 21-ге толды. Өз жырды аз көрініп көршілерге, көзді алартып, қарады оңды солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болып тұраттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп, қаласын тартып алды. Жазасыз, жақын елдің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан жердің бәрін де бодан қылып, үкіметтің қолынан тартып алды. Ескендір елді алмаған, хан қоймаған, алған сайын көңілі бір тоймаған. Араны барған сайын қатташылып, жердің жүзін алуға ой ойлаған. Қаншер, қаһарлы хан ашуы көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күні қошеметші айтады екен, ханның ханы, патшаның патшасы деп.